терек мектебинде, яғни 26 қаңтарда бастауыш сынып оқушылар арасында бас қатырғыштар мен сөз жұмбақтар әлеміне саяхат жасады. Ребус, жұмбақтар, сөз жұмбақтар балаларды өз ерекшелігімен, белгісіздігімен қызықтырды. Мұндағы мақсатымыз оқушыларды ойлауға, балалардың танымдық қабілеттерін дамытуға және ақыл-ой әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған. – 26 января учащиеся начальных классов Уштовинской опорной школы окунулись в мир ребусов и кроссвордов. Ребусы, загадки, кроссворды привлекают детей своей необычностью. Они направлены на тренировку мышления, на развитие познавательных способностей детей и на формирование мыслительных операций.